Армысыздар қазақ елі. 12 айдың сұлтаны болған Рамазан, Алланың мейірімі төгіліп, жұмақтың есігі айқара ашылатын, сауаптар еселеніп жазылатын шарапаты мен шапағаты мол ай. Алла тағаламыз, ораза тек мен үшін, оның сауабын өзім ғана беремін деп, оразаның қадірі мен қасиетін баяндаған. Исламның 5 парызының бірі болған оразаның осы айда орындалатыны да сондықтан. Ораза жан мен тәнді рухани тазартатын үлкен сабыр мектебі. Ендеше 30 күн ораза кезінде ағзамызда қандай өзгерістер орын алады, соған тоқтала кетейік. Ең бірінші апта ағзамыз үшін өте қиын кезең. Шамамен 8 сағаттан соң қарны аша бастайды. Яғни қандағы қант деңгейі төмен түсіп, артериялық қысымда түседі, бас ауырады. Бұлардың барлығы тазалану процесінің жүріп жатқандығын білдіреді. Сонымен қатар бірінші аптада ағзамыз қатты әлсізденеді. Себебі энергия беретін глюкоза азаяды. Глюкозаны біз алдын тамақтан алатын болсақ, енді денеміз глюкозаны артық майлардан және бұлшық еттен алатын болады. Жалпы ашығудың өзі адамның барлық мүшесіне оң ықпалын тигізеді. Соның ішінде асқазан мен ішек жолдарын тазалап өтеді. Тоқ ішегіміз тазалана бастайды. Оның қабырғасында қатып қалған қалдықтар ере бастайды. Біздің иммунитетіміз күшейе бастайды. Ағзамыздағы бұл өзгерістердің барлығы оразаның бірінші аптасында белгілі болады. Ал екінші аптада ағза өз-өзін емдеп бастайды. Кейбір кісілердің бұрынғы ескі аурулары мазалауы мүмкін. Бұл дегеніміз ішіміздегі лимфоциттердің денеміздегі өлген және ауру клеткаларды қарқынды түрде сыртқа шығаруымен байланысты. Оразаның 3-4 аптасында денеміз тазара бастайды, энергия пайда болады, адам күш ала бастайды, еске сақтау қабілеті мықтырақ болады, ми тазарады. Бұның барлығы ағзамыздың тазарғанын білдіреді. Алланың адамзатқа ораза арқылы берген нығметі зор. Ораза адамды рухани тазалыққа жетелейді. Адам өз ойын, ниетін тазартып, Аллаға жақындайды. Стрессті азайтады. Ұзақ уақыт ашыққан кезде ағзадағы май құрамы ғана емес, холестерин де азаяды. Ал холестерин қанға тұнбаған соң қанда қоюланбайды. Қан қысымы да қалыпқа келеді. Әдетте мөлшерден тым көп тамақ жеген кезде буындар ісіп, бүйрекке таз, тұз жиналады. Ал ораза тұз мөлшерін азайтуға таптырмас амал. Сондай-ақ ораза кезінде көп ашығудың салдарынан тері ауруларынан айығуға мүмкіндік бар. Терідегі микробтар мен зиянды бактериялар өмір сүруін тоқтатып, тері тазарады. Қант диабетіне қарсы иммунитет оянады. Ораза кезінде ұйқы безі демалады. Ұйқы безі инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безінен шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безі жұмысын нашарлатады. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады да, адам бойындағы қант қанға тарай бастайды. Кейін адам қант ауруына шалдығады. Қазір әлем бойынша қант диабетін ақырындап ашығумен емдеу әдісі енгізіліп жатыр. Рамазан айында ораза ұстау мұсылманның 5 парызының бірі. Бұл қасиетті айда ораза ұстағандар үлкен рақымшылыққа ие болады. Ал оны ешқандай себепсіз ашқандар қатаң түрде жазаланатын болады. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ораза туралы: кімде-кім Рамазан айында жаратқаннан рақымшылық күту үшін үміт пен сеніммен ораза ұстайтын болса, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі деген болатын. Жалпы дінімізде жаратушымыз бізге зиян келтіретін ештеңе үкім етпеген. Сондықтан да оразаны бізді қинайтын емес, керісінше бізді емдейтін, рухани тазалайтын, күш беретін парыз амалы екенін ұмытпайық. Қадірлі оқырмандар, менің каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналымда пайдалы кеңестер, қызықты кеңестер, танымал адамдардың өмірлері, халық емдері, яғни барлық керекті мәліметтер бар. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы келесі видеода кездескенше аман сау болайық.